Сәлем баршаңызға, мен каналыма қош келдіңіздер. Мен сіздерге бүгін осы замия кулькас, яғни долларовый дерево гүлін пересадка жасап көрсетемін. Жағдай осындай болып кеткен, маған бір танысым әкеп тастады. Пересадка жасап отырғызып берші деп, бірақ көріп тұрғандарыңызға гүлдің жағдайы мәз емес. Мінекей жапырақтарының бәрі сарғайып, сабақтары солып қалған. Осы екі ыдыспен екі гүлін әкеп тастады. Сонда да мінекей жаңа стрелка шығарған, көріп тұрғандарыңыздай. Гүлдің өзі өте сабақтары ұзын, жапырақтары ірі сорты екен. Бірақ өкінішке орай күтім көрмей осындай жағдайға жеткен. Қазір енді гүлді ыдысынан ажыратып бөлек аламыз. Мына ыдыстың өзінде тұрғанына да біраз жыл болған сияқты. Сабақтары ұзын болып, бүкіл күшін сабағына, жапырағына жіберген бұл гүл, себебі ыдысы тар болған, көріп тұрғандарыңыздай. Бірақ даланың кәдімгі сары топырағына отырғызған екен. Мінекей тас болып қатып қалған. Мінекей көріп тұрғандарыңыздай. Асты жағы кішкене, алдын су құйылғаннан кейін асты жағы кішкене бос екен. Қазір тамырын, картошкасын көреміз. Міндетті түрде мінекей. Міне көріп тұрғандарыңыздай, картошкасы мүлде қалмаған, шіріп уже түсуге шаққап тұр. Сабақтарынан мінекей осы жаңадан шығарылған стрелкасы и тағы бір сабағы ғана жарайды. Қалғанның барлығы мінекей картошкасы түсейін деп тұр. Тамырлары да мәз емес. Бұны қазір пересадка жасаймыз. Енді мінекей екіншісі, бұның да жағдайы мәз емес, бірақ бұл арнайы гүлге арналған топыраққа отырғызылған екен. Мінекей картошкасын көрдіңіздер ма? Бұның да картошкасы, даже тамырларының барлығы солып тұр. Мына тамырдың барлығы жарамайды, уже шіріп кеткен. Бұл гүлде мінекей мына бір сабақ қана жарайды екен, қалғанның барлығы солып, сарғайып кеткен. Мінекей осы бір сабағын ғана алып, егер тамыры жарайтын болса, тамырмен отырғызамыз. Егер тамыры жарамайтын болса, тек осы сабағын алып, суға салып, қайтадан тамырлатамыз. Бұл жерде басқа сабақтар жарамайды. Тек осы жарайтын сабағын сындырып алдым. Енді осыны суға салып, тамырлатып, алдағы уақытта отырғызамыз. Сіздерге көрсетемін алдағы уақытта. Мінекей мына жапырақтардың арасында сарғаймаған жасылдары бар екен. Соларды қырқып алып, топыраққа отырғызып көрсем деген ойым бар. Тамырлатып көрсем деген осы жапырақтан. Себебі жапырақтар қатты сарғая қоймаған. Енді оны көреміз. Енді міне екіншісі, бұның жапырағының барлығы сарғайып кеткен, сабақтарының барлығы солып қалған. Мінекей көріп тұрғандарыңыздай. Бірақ өте ұзын, жапырақтары көп және ірі сорты екен. Гүл жақсы өскен, күтім бар кезде, кейіннен күтім болмай қалып, осындай жағдайға жеткен. Мінекей артықтың бәрін қырқып тастаймыз. Бұл гүлдің картошкасы жарамайды, бірақ тамырлары толық шірімеген. Топыраққа отырғызсам, тамырлап ары қарата өсіп кетеді деген ойдамын. Мінекей. Бірақ мына картошкасы көріп тұрғандарыңыздай шіріп, уже мінекей тез сынды. Өйткені шіріп өзі түсейін деп тұр. Арасынан керек емес тамырларын бәрін осылай тазалаймыз. Мінекей, мына жерде керек емес бұтақтар
бұтақтарын бәрін сындырып алып тастаймыз. Толық алып тастамаймын, себебі сынған осындай бұтақтардың қалдықтарын полный алып тастасам, тамырының бәрі кетіп қалмақшы. Мінекей осы 2 сабақ қалды, бұны топыраққа отырғызамыз. Енді мына жерде жасыл жапырақтары бар екен, осыларды да қиып алып, ал мына жарамайтындарын тастаймыз. Осындай мен алғашқы өзімнің гүлімнен, замиокулкас гүлімнен бір жапырағын осылай суға салып тамырлатқан болатынмын. Қазір мен сіздермен оны көрсетемін. Мына жапырақтарын бірақ енді топыраққа салып тамырлатып көремін. Мінекей осы кішкентай ыдысқа, тамыр жарайтын сияқты осындай кішкентай тар ыдысқа отырғызамын. Менің алдын бір жапырақтан кішкене неден отырғызған замиокулкас гүлімді қазір көрсетемін. Суға салып тамырлаттым. Астына осындай пенопласт салып жібереміз. Мінекей осы бір жапырақ кезінде суға сала салғанмын. Картошкасын көрдіңіздер ма? Мінекей жылтырап әдемі болып шыққан осы картошкасы. Енді осыны кішкентай одноразовый стаканға или кішкентай ыдысқа отырғызамыз. Мына біреуі бар, бірақ бұл әлі толық картошка шығармай жатыр. Мінекей өзімнің алдыңғы видеода дайындаған топырақ. Осы топыраққа отырғызамыз. Негізі бұл доллары гүлін, жалпы осындай кейбір гүлдерді пересадка жасаған уақытта, тамырлары шіріп, осындай зақым келген уақытта марганцовканы кішкене бөлігін суға салып, сол суда 1-2 сағат ұстау керек дейді. Бірақ менде қазір енді сол марганцовка болмай тұр. Сондықтан салмай, сразу осы топыраққа отырғыздым. Тамырлары бар екен, кішкене шірімеген тамырлары бар. Сол үшін ары қарата өсіп кетеді деген ойдамын. Мыналарды алмадым, барлығы тамырға жалғасқан. Сол үшін бұның бәрін алып тастасам, уже тамырының бәрі кетіп қалмақшы. Ыдысымыз кішкентай болғандықтан гүлдің сабағын көтере алмай тұр. Сондықтан қасына осындай тритін қойып, гүлді жіппен байлап қоямын. Мінекей осылай өсіп кетеді деген ойдамын. Екінші бір сабағын оны суға салып тамырлатамын. Міндетті түрде сіздерге алдағы уақытта нәтижесін көрсетемін. Өскенін, қалай, қанша уақытта өскенін. Енді мына үлкендеу ыдысқа мына жапырақтарын салып, осы топыраққа салып қоямын. Бұны да сіздермен бөлісемін алдағы уақытта. Жапырақтан тамыр шығарды ма, шығармады ма, қанша уақытта шығарды, соны бөлісемін. Нәтижесімен бөлісіп отырамын сіздермен бірге. Мінекей осылай барлығын осы бір ыдысқа отырғызып, үстіне кішкене су құйып қоямын. Тамырлап кетеді деген ойдамын. Бағана алдын сіздерге көрсеткен картошка шығарғанды мен осындай өзімдегі долларовый дереваның бір жапырағын алып суға салған болатынмын. Сол кәдімгідей ұзын сабақ шығарып картошкасын шығарды. Оны енді кәдімгі топыраққа, ыдысқа отырғызамыз. Мінекей осылай барлығын бір ыдысқа көрдім. Көріп тұрғандарыңыздай қойдым. Енді үстінен кішкене су құйып, тамырлап кетсе, жақсы жеке-жеке гүл қылып отырғызамыз. Гүлдерге негізі мен арнайы су құйып қоямын.
баклажкаге, осындай ыдыстарға, гүлдерге сол судан құямын. Әйтпесе тіке краннан ағылған суды гүлге құймаңыздар мүмкіндігінше. Мінекей. Алдағы уақытта сіздермен нәтижесін бөлісемін.